Арнамызға қош келдіңіздер. Қызықты оқиғамызды бірге тамашалаңыздар. Таңғы сағат 7. Ас үйді жаңа қайнатылған кофенің иісі жайлап тұр. Индира дастарханға балалардың таңғы асын қойып, мектепке киетін киімдерін үтіктеп жатыр. Қабырғадағы сағаттың тықылы ғана үй ішіндегі тыныштықты бұзады. Анашым, бүгін дене шынықтыру бар еді, аяқ киімімді таппай тұрмын, деді үлкен ұлы Әли. Дәліздегі шкафтың төменгі сөресіне қарашы, кеше өзім қойғанмын, деп жымиды Индира. Кішкентай қызы Аяла болса, сөмкесін арқасына асып алып, анасының етегінен ұстап: «Мама, бүгін мені ертерек алып кетесің бе?» деді. Индира қызының маңдайынан сүйіп: «Әрине шаным, уәде беремін» деді. Сол сәтте жоғары қабаттан ауыр қадамның дыбысы естілді. Нұрболат, үстіне қымбат костюмін киіп, қолына көлік кілтін ұстап, баспалдақтан асығыс түсіп келе жатты. Бір қолмен телефондағы хабарламаларды қарап, екінші қолмен галстугын түзеп қояды. «Таңғы астайын», деді Индира жай ғана. «Уақыт жоқ, кеңседе ішемін». «Кем дегенде бір кесе шай ішіп кетсемші?» «Кешігемін». Жауабы қысқа болды. Нұрболат балалардың басына сипап өтті де, Индираға көзінің қиығын ғана тастады. «Кешке кешігемін, жиналыс бар». «Кешеде солай деген едің?» «Бизнес оңай емес қой». Осы сөзді айтқан сайын Индира үнсіз қалатын. Себебі бұл әңгіменің соңы бәрібір ұрысқа ұласатынын жақсы білетін. Есік жабылды. Үй іші тағы да тым-тырыс болып қалды. Индира терезенің алдына барып, Нұрболаттың қара жол талғамайтын көлігінің ауладан шап кеткенін ұзақ қарап тұрды. Осы көрініс күнде қайталанатын. 12 жыл бұрын бәрі басқаша еді. Нұрболат әр таң сайын гүл әкелетін, жұмыстан ерте қайтып, кешке бірге серуендейтін. Индираны күлгенін көру үшін түрлі тосынсый жасайтын. Ал қазір бір үйде тұрса да, екеуінің арасында көзге көрінбейтін қабырға пайда болғандай. Индира терең күрсініп, үстел үстіндегі салқындап қалған шайды алып, жалғыз өзі ішті. Балаларды мектепке апарып білген соң, үйге қайтуға асықпады. Күн жылы еді. Жол жиегіндегі ағаштардың жапырақтары самал желмен баяу тербеліп тұр. Индира жақын маңдағы саябаққа кіріп, бос орындықтардың біріне жайғасты. Айналасында адамдар көп. Бірі балаларын ойнатып жүр, бірі қол ұстасып күліп келеді, бірі кофе алып, асықпай кітап оқып отыр. Индира олардың бәріне қызыға қарады. Мен соңғы рет қашан осылай алаңсыз күлдім деген ой санасын тіліп өтті. Телефоны тіретті. Нұрболат жүрегі бір сәтке қуанып кетті. Бәлкім жағдайын сұрайтын шығар. Хабарламаны ашты. «Кешке қонақтар келеді. Сағат 8-ге дейін бәрін дайындап қой». Бар болғаны осы. «Қалайсың» деген бір ауыз сөз жоқ. «Шаршаған жоқсың ба» деген де жоқ. Индира экранға біраз қарап отырды да, үнсіз телефонды сөмкесіне салды. Көзінің бұрышына жас үйірілді, бірақ ол жыламады. Жылауға да үйреніп кеткендей еді. Кешкісін үй тағы да қонаққа толды. Нұрболаттың іскер серіктестері, олардың әйелдері, күлкі, әңгіме, барлығы Индираны көріп: «Неткен бақытты әйелсің, осындай күйеуің бар, үйің қандай әдемі», деп таңдай қағысты. Индира сыпайы ғана жымиды, бірақ ешкім оның күлкісінің артында қанша мұң жатқанын байқамады. Қонақтардың бірі әзілдеп: «Нұрболат, әйеліңді қызғанып жүрмісің? Осындай сұлу әйелді жалғыз қалдыру қауіпті ғой». Жиналғандар күліп жіберді. Нұрболат та езу тартты. «Индира ондай адам емес. Мен оған толық сенемін». Бұл сөзді естігенде Индираның жүрегі шым ете қалды. Сенім. Ол осы сенімнің бір күні ауыр сынаққа түсетінін әлі білмейтін. Ал дәл сол сәтте қаланың екінші шетінде тағдыр оның өмірін мәңгі өзгертетін адамды оған қарай біртіндеп жақындатып келе жатқан еді. Қонақтар түн ортасына таман ғана тарады. Үй іші қайтадан тынышталып қалды. Дастархан үстіндегі бос кеселер мен тәрелкелер ғана аз уақыт бұрынғы көңілді отырыстың белгісіндей көрінетін. Индира ыдыстарды ас үйге тасып жүріп, оғының сыздап кеткенін енді ғана сезді. Нұрболат болса, қонақтарды шығарып салған бойда кабинетіне кіріп кеткен. Есігі жабық. Іштен пернетақтаның тықылы ғана естіледі. Индира екі қолын сүлгіге сыртып, кабинет есігінің алдына келді. Есікті жайлап қақты. «Кіруге бола ма?» «Иә». Ол есікті ашып кіргенде Нұрболат ноутбукке үміліп отыр екен. «Шаршаған шығарсың, шай құйып берейін бе?» «Жоқ, жұмысымды бітіріп алайын». Қонақтар риза болып кетті. «Иә». Тағы да қысқа жауап. Индира бір сәт үнсіз тұрды. «Ертеңен балалардың мектепте мерекелік шарасы бар. Екеуміз бірге барайық деп едім».
Нұрболат көзін экраннан алмады. Үлгермеймін. Бірақ сен былтырда барған жоқсың. Индира, өтінемін. Маған қазір осы әңгімені бастама. Әйелінің көңілі су сепкендей басылды. Жарайды. Ол үнсіз шығып кетті. Есіктің жабылған дыбысын Нұрболат естігенімен артынан қарамады. Келесі күні таңертең балаларды мектепке апарған соң Индира үйге қайтпақ болды. Бірақ көңілі біртүрлі құлазып тұрды. Көлігін орталықтағы сауда үйінің жанына қойып, еш мақсатсыз ішке кірді. Дүкендерді аралап жүріп, екінші қабаттағы үлкен кітап дүкеніне көзі түсті. Жас кезінен кітап оқуды жақсы көретін. Соңғы жылдары оғанда уақыт таппай кеткен. Ішке кірген бойда жаңа кітаптардың иісі мұрнына келді. Сөрелердің арасымен баяу жүріп келе жатып, бір романды алмақ болғанда, дәл сол кітапқа басқа бір адамның қолы қатар созылды. Екеуі бір мезетте тоқтап қалды. Кешіріңіз, деді ер адам күлімсіреп. Ол Индираға 2-3 секундқа тосылып қарап қалды. Бір танысын көргендей. Индира қолын тартып алды. Жоқ, өзіміз алымыз. Жоқ, алдымен сіз көрдіңіз. Индира алғаш рет оның жүзіне назар салды. Орта бойлы, жинақы киінген, жылы жүзді ер адам. Көзқарасында бір түрлі сабыр бар. Сізде кітап оқисыз ба? Деді ер адам. Бұрын көп оқитынмын. Ал Вейзер? Индира еріксіз күліп жіберді. Қазір уақыт таппаймын. Кейде уақыт болмайды емес. Біз өзіміз уақыт бөлмейміз. Бұл сөз Индираның жүрегіне бірден жетті. Соңғы рет біреу онымен осылай еркін сөйлескені есінде жоқ. Мен Тимурмын, деді ол, қолын ұсынып. Индира сәл тосылып қалды. Индира. Қол алысты. Бар болғаны бірнеше секунд. Бірақ әлде бір түсініксіз сезім екеуінің де жан дүниесін үнсіз шарлап өтті. Бұл кітапты оқуға кеңес беремін, деді Тимур, қолындағы романды көрсетіп. Өмір кейде біз ойлағаннан да күрделі екенін еске салады. Сондай ма? Иә, кейбір адамдардың сыртқы күлкісінің артында үлкен жалғыздық жатады. Индира таңырқап қалды. Ол мені танып тұр ма, әлде жай ғана айтып тұр ма? Сіз психологсыз ба? Деп сұрады күлімдеп. Тимур басын шайқады. Жоқ, сәулетшімін, бірақ адамдарды бақылағанды жақсы көремін. Индира еріксіз жымиды. Соңғы уақытта оның жүзінде мұндай шынайы күлкі сирек пайда болатын. Сол кезде Тимурдың телефоны шырылдады. Кешіріңіз, жауап беруім керек екен. Ол бірнеше қадам шетке барып сөйлесті. Индира кітапты орнына қойып, дүкеннен шығып кетті. Өзі де түсінбеді, неге екенін. Мүмкін бөтен адаммен ұзақ сөйлесуді дұрыс көрмеген шығар. Мүмкін жүрегі әлденеден қорыққан шығар. Тимур сөйлесіп болып артына бұрылғанда, Индира жоқ еді. Ол жан-жағына қарап шықты. Сосын есікке дейін барып үлгерді. Бірақ кеш еді. Әйел кетіп қалғын. Тимур еріксіз жымиды. Тағы кездесерміз. Сол күні кешке Индира үйде кешкі ас әзірлеп жүрді. Бірақ ойы әлсін-әлсін кітап дүкеніне кетіп қала берді. Кейбір адамдардың сыртқы күлкісінің артында үлкен жалғыздық жатады. Осы сөз құлағынан кетпеді. Нұрболат жұмыстан тағы да кеш келді. Ас дайын, деді Индира. Қарным тоқ. Серіктестермен бірге тамақтанып келдім. Ол пиджағын шешіп, жоғары қабатқа көтеріліп кетті. Индира үнсіз дастарханға қарады. Екі адамға деп дайындаған кешкі ас сол күйі желінбей қалды. Ол тәрелкелерді жинап жатып, күтпеген жерден өзінің бүгін кітап дүкенінде күліп тұрған сәтін есіне алды. Соңғы рет дәл солай қашан күлгенін өзі де ұмытып қалыпты. Ал тағдыр олардың бүгінгі кездесуін кездейсоқ ұйымдастырмаған еді. Бұл небәрі бастамасы болатын. Келесі бірнеше күн Индира үшін әдеттегідей өтті. Таңертең балаларды мектепке апарады. Үйге келіп шаруасын бітіреді. Түстен кейін азық-түлік алады. Кешке ас дайындайды. Нұрболат болса таңнан кешке дейін жұмыста. Бәрі бұрынғыдай. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Индира өзін кітап дүкеніндегі қысқа кездесуді жиі есіне алып жүргенін байқап қалды. Тимурдың айтқан сөздері құлағынан кетпейтін. Кейбір адамдардың сыртқы күлкісінің артында үлкен жалғыздық жатады. Шынымен, менің жүзіммен бәрі көрініп тұр ма деп ойлайтын кейде. Сосын өз ойын өзі тоқтататын. Жоқ, ол жай ғана айтты. Жұма күні түстен кейін Индира балаларды мектептен алуға ертерек шықты. Жол бойындағы шағын кофеханаға кіріп, өзіне кофе алды. Терезе жанындағы бос үстелге жайғасып, телефонын ақтара бастады. Әлеуметтік желіде бәрі бақытты. Бірі теңізде демалып жүр,
Бірі жұбайымен гүл ұстап түскен суретін жариялаған, бірі отбасылық кештен видео салған. Индира телефонды үнсіз өшіріп қойды. Адамдар шынымен осындай бақытты ма, әлде тек көрсеткісі келе ме? Бұл орын бос па? Таныс дауыс. Индира жалт қарады. Кимур. Ол қолында кофе ұстап тұр екен. Иә, бос. Рұқсат болса отырып сөйлесейік. Өткен жолы қоштасып та үлгермедік. Индира бір сәт ойланып қалды. Бөгде ер адаммен бір үстелде отыру. Бұрын мұндайға ешқашан бармаған, бірақ белгісіз бір күш оны жоқ деп айтуға жібермеді. Отырмыз. Кимур қарсысына жайғасты. Қызық екен. Не нәрсе? Мен сізді осы жерден кездестірем деп ойлаған жоқпын. Индира жымиып қойды. Мен де. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Кітапты алып үлгердіңіз бе? Деп сұрады Тимур. Жоқ. Неге? Білмеймін. Көңілім болмады. Кейде көңілдің де емделуі керек. Индира оның жүзіне қарады. Кимур әр сөзін асықпай, ойланып сөйлейтін адам екен. Әңгімесі де жеңіл. Ешқандай орынсыз әзіл жоқ, ешқандай артық сұрақ жоқ. Керісінше, сөйлескен сайын адамды тыңдай білетін қасиеті байқалады. Сіз жұмыс істейсіз бе? Деп сұрады Тимур. Индира басын изеді. Бұрын мектепте қазақ тілі пәнінен сабақ беретінмін. Бұрын? Балалар дүниеге келген соң жұмыстан шықтым. Қайта оралғыңыз келе ме? Бұл сұраққа Индира бірден жауап бере алмады. Шынында, өзде бұл туралы көптен бері ойламаған екен. Білмеймін. Сіздің көзімізден мұғалім екеніңіз көрініп тұр. Индира күліп жіберді. Оны қалай байқадыңыз? Сабырлысыз, адамды бөлмей тыңдайсыз. Сөздерді де өте анық тыңдайсыз. Осы сөздерден кейін Индираның беті қызарып кетті. Нұрболат соңғы рет оны қашан мақтағанын есіне түсіре алмады. Сол сәтте Тимурдың телефоны тағы шырылдады. Экранға бір қарап, үнсіз өшіріп тастады. Жауап бермейсіз бе? Кейбір қоңыраулар күте тұрады. Ал маңызды болса ше? Кимур күлімсіреп, дәл қазір әңгімеміз маңыздырақ сияқты. Индира жүрегінің дүрсілін анық сезді. Бұл сөзді естігенде ол өзін ыңғайсыз сезінді, бірақ әлдебір қуанышта пайда болды. Сағатқа қараса, балаларды алатын уақыт болып қалыпты. Кешіріңіз, мен кетуім керек. Әрине. Екеуі сыртқа бірге шықты. Көлік тұрағына дейін үнсіз жүрді. Индира. Ол тоқтады. Егер қарсы болмасаңыз, бір күні тағы кофе ішерміз. Индира жауап бермеді. Жүрегі иә деп тұрғандай, ақылы болмайды деп тұрғандай. Көрерміз. Ол жай ғана осылай деді де, көлігіне отырып кетіп қалды. Кимур ұзақ уақыт оның көлігі көзден ғайып болғанша қарап тұрды. Сол кеште Нұрболат үйге тағы кеш келді. Индира дастархан жайып қойған. Тамақтайын. Тамақтандым. Тағы да сол жауап. Балалар бүгін сені сұрады. Ертең сөйлесермін. Олар ұйықтап қалады ғой. Индира, мен қатты шаршадым. Ол жоғары қабатқа көтеріліп кетті. Индира жалғыз өзі дастархан басына отырды. Қарсы алдындағы бос орындыққа ұзақ қарады. Кенет оның есіне Кимурдың бүгінгі сөзі түсті. Дәл қазір әңгімеміз маңыздырақ сияқты. Осы бір қарапайым сөйлем оның жүрегінде көптен бері ешкім оята алмаған сезімді оятқан еді. Ал дәл сол түні Нұрболаттың телефонына бейтаныс нөмірден бір хабарлама келді. Әйеліңізді бүгін орталықтағы кофеханадан көрдім. Жалғыз емес екен. Нұрболат хабарламаны қайта-қайта оқып шықты. Оның қабағы түйіліп, жүрегінде алғаш рет күдік ұялай бастады. Түнгі сағат 11. Үй іші тыныш. Индира балалардың үстін жауып, шамдарын өшіріп, өз бөлмесіне кірді. Нұрболат төсекте жатып, телефонына үңіліп отыр екен. Әдеттегідей жұмыс хаттары шығар деп ойлады. Ұйықтамайсың ба? Деп сұрады ол. Әлі біраз жұмысым бар. Индира үнсіз жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Ал Нұрболаттың ойы мүлде басқа жақта еді. Телефонына келген хабарлама көз алдынан кетпей қойды. Әйеліңізді бүгін орталықтағы кофеханадан көрдім. Жалғыз емес екен. Нөмір бейтаныс. Қайта хабарласып атырысқан, бірақ телефон өшірулі. Біреу әдейі арандатып жатқан шығар. Әлде рас па? 12 жыл бірге тұрған әйеліне сенетін, бірақ әлгі бір сөйлем санасына шеге болып қағылып қалды. Таңертең бәрі бұрынғыдай басталды. Индира таңғы ас әзірлеп жүр. Балалар мектепке дайындалып жатыр. Нұрболат үнсіз ғана дастарханға отырды. Ол әйеліне білдірмей қарап қояды. Индираның әр қимылын бақылап отыр. Бірақ бәрі қалыпты. Ешқандай күмән тудыратын әрекет жоқ. Бүгін жоспарың қандай? Деп сұрады кенет. Индира таңырқап қалды. Соңғы рет Нұрболат мұндай сұрақты қашан қойғаны есінде жоқ. Үйдің шаруасы, сосын азық-түлік алам. Басқа ешқайда бармайсың ба? Жоқ. Индира еш күмәнданбай жауап берді.
Өйткені арасында басқа жоспары жоқ болатын. Нұрболат басын изеді, бірақ оның ішінде әлдебір мазасыздық әлі басылмаған еді. Түстен кейін Индира азық-түлік алып дүкеннен шығып келе жатқан. Кенет артынан таныс дауыс естілді. «Индира!» Ол артына бұрылды. Тимур. Қолында бірнеше қағаз түтікше. Сірә жобалар болса керек. «Сәлеметсіз бе?» «Сәлем. Қалайсыз?» «Жақсы». Екеуі қатар жүріп кетті. «Байқасам біздің жолымыз жиі түйісетін болды», деді Тимур күліп. «Иә, қызық сәйкестік екен». «Сәйкестік пе екен?» Индира оның жүзіне қарады. «Нені меңзеп тұрсыз?» «Кейде тағдыр адамдарда кездейсоқ жолықтырмайды». Индира жауап қатпады. Өйткені бұл сөзден кейін жүрегі тағы да біртүрлі соғып кетті. «Қорықпаңыз», деді Тимур жай ғана. «Мен сізді ыңғайсыз жағдайға қалдырғым келмейді». «Мен қорқып тұрған жоқпын. Бірақ ойланып тұрсыз». Индира еріксіз күліп жіберді. «Сіз адамдардың ойын оқи аласыз ба?» «Жоқ». «Онда қалай дәл айтасыз?» «Өйткені сіздің көзіңіз бәрін айтып тұр». Осы сөзден кейін Индира көзін басқа жаққа бұрып жіберді. Олар дүкеннің алдында 15 минуттай сөйлесті. Әңгіме тек кітап туралы болды. Балалар туралы болды. Армандар туралы болды. Бірде-бір рет махаббат жайлы сөз болған жоқ. Бірақ Индира өзін әлдеқашан ұмытып кеткен жеңіл сезімді бастан кешіріп тұрғанын байқамады. Кешке үйге келгенде Нұрболат қонақ бөлмеде отыр екен. «Келдің бе?» «Иә». «Дүкенге бардың ба?» «Иә». «Ұзақ жүрдің ғой». Индира бір сәт кідіріп қалды. Кептеліс болды. Бұл оның Нұрболатқа айтқан алғашқы өтірігі еді. Өзі де соны бірден сезді. Шындығында кептелісте тұрған жоқ. Тимурмен сөйлескен еді. Нұрболат оның жүзіне ұзақ қарап отырды. Түсінікті. Индира ас үйге асық кіріп кетті. Жүрегі дүрсілдеп соғып тұр. Неге өтірік айттым? Мен ештеңе істеген жоқпын ғой. Жай ғана сөйлестік. Бірақ неге екенін өзі де түсінбеді. Сол түні Индира ұйықтай алмады. Біресе Нұрболаттың сұрағы есіне түседі. Біресе Тимурдың сөзі. Ол төсектен тұрып ас үйге су ішуге шықты. Терезенің алдына келіп, қараңғы көшеге қарап ұзақ тұрды. Мен не істеп жүрмін? Дәл сол сәтте оның телефоны дір ете қалды. Экранда белгісіз нөмір. Индира жүрек атқақтап хабарламаны ашты. «Кездескенімізге қуаныштымын. Бүгінгі әңгіме аяқталмай қалған сияқты. Жақсы түн тілеймін. Тимур». Индира ұзақ уақыт экранға үнсіз қарап тұрды. Жауап жазғысы келді, бірақ саусақтары батпады. Бірнеше минуттан кейін ол телефонды бұғаттап үстелге қойды. Алайда 2 минут өтпей жатып қайта алып, хабарламаны тағы бір рет оқыды. Сол сәтте жатын бөлменің есігі жайлап ашылды. Нұрболат ұйқылы ояу күйде дәлізге шығып келе жатқан еді. Оның көзі бірден Индираның қолындағы жарқырап тұрған телефонға түсті. Нұрболат ас үйдің есігіне сүйеніп үнсіз тұрды. Индира селк етіп, телефонын бірден төмен қаратып қойды. «Ұйықтамадың ба?» деді Нұрболат қарларыңқы дауыспен. «Су ішейін деп шықтым». «Түннің 1:30-да ма?» Индираның жүрегі кеудесіне сыймай бара жатты. Ұйқым қашып кетті. Нұрболат тоңазытқышты ашып, бөтелкедегі судан өзі де ішті. «Соңғы кезде біртүрлі болып жүрсің». Индира үндемеді. «Бір нәрсе мазалап жүр ме?» Осы сұрақты естігенде оның көздері жасаурап кете жаздады. Ол дәл қазір бәрін айтып салғысы келді. «Маған ақша емес, сен керек екеніңді. Балалармен бірге өткізетін уақытымды сағынатынымды. Менің де әйел екенімді ұмытып кеткенімді». Бірақ ол ештеңе айтпады. «Жоқ, жай ғана шаршадым». Нұрболат басын изеді. «Демал көбірек». Ол артына бұрылып, жатын бөлмеге қайта кіріп кетті. Индира оның соңынан ұзақ қарап тұрды. «Демал көбірек». Осыдан басқа айтары қалмағандай. Таңертең Нұрболат әдеттегіден ертерек кетіп қалды, бірақ бүгін оның көңілі жұмыста емес еді. Көлік тізгінін ұстап келе жатып, кешегі көрініс қайта-қайта есіне түсті. Индира, түн ортасында, қолында телефон, асығыс жасырып үлгерген экран. Кіммен жазысқан? Ол өзіне өзі ұрысты. Жоқ, Индира онда емес, бірақ күдік деген бір кірсе, оңайлықпен шықпайды екен. Сол күні түсте Индира үй жинап жүріп, кітап сөресінен ескі фотоальбомды тауып алды. Шаңын сүртіп, диванға отырып ақтара бастады. Алғашқы сурет, студент кездері. Нұрболат қолына бір шоқ кішізғалдақ ұстап күліп тұр. Келесі сурет, үйлену тойы. Екеуінің жүзінде шексіз бақыт. Тағы бір сурет, перзентханадан Әлиді алып шыққан күн. Нұрболаттың көзіне жас келген сәт.
Индира еріксіз жымиып, суретті сипақ қойды. Сонда бәрі қай кезде өзгеріп кетті? Ол бұл сұрақтың жауабын таба алмады. Түстен кейін есік қоңырауы соғылды. Бұл Индираның жақын құрбысы Динара еді. Кірші. Екеуі шай үстінде ұзақ әңгімелесті. Біраздан кейін Динара кенет: сенің көңілің жоқ сияқты. Байқалып тұр ма? Өте қатты. Индира алғашында үндемеді, бірақ ішіне жинаған сырын енді жасыра алмады. Ол кітап дүкеніндегі кездесу туралы айтты, кофеханадағы әңгіме туралы айтты, Кимурдың өзін тыңдайтынын айтты, бірақ ештеңені асырып айтпады. Біз тек сөйлестік. Динара үнсіз тыңдап отырды. Индира: иә, бұл қауіпті. Несі қауіпті? Біз ештеңе істеген жоқпыз ғой. Бүгін жоқ шығар. Сонда? Бірақ сен ол адам туралы сөйлегенде жүзің өзгеріп кетеді. Индира таңырқап қалды. Қалай? Күлімсірейсің. Ол еріксіз үнсіз қалды. Динара қолынан ұстап: мен сені кінәлап отырған жоқпын, бірақ жалғыз қалған әйелді жылы сөз өте тез баурап алады. Соңы не болатынын ойланып көр. Индира терең күрсінді. Мен отбасыма опасыздық жасағым келмейді. Онда арақашықтық сақта. Иә, уәде бер. Индира бір сәт ойланып: уәде беремін. Кешке қарай Индира азық-түлік алуға тағы шықты. Сауда орталығынан шығып келе жатқанда телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір. Тыңдап тұрмын. Сәлем, Индира. Дауысты бірден таныды. Кимур. Нөмірімді қайдан алдыңыз? Кешіріңіз. Кітап дүкеніндегі жеңілдік картасын толтырған кезде сіздің байланыс нөміріміз касса жүйесінде көрініп қалды. Кездейсоқ есімде сақтап қалдым. Егер бұл дұрыс емес болса, кешірім сұраймын. Индира үнсіз қалды. Мен жай ғана хал жағдайыңызды білгім келді. Динараның жаңаған айтқан сөзі құлағында жаңғырып тұрды. Арақашықтық сақта. Тимур, енді маған хабарласпағаныңыз дұрыс. Телефонның ар жағында бірнеше секунд үнсіздік орнады. Түсіндім. Дауысы баяу шықты. Егер бұл сіздің шешіміңіз болса, құрметтеймін. Қоңырау аяқталды. Индира өзін жеңіл сезінем деп ойлаған, бірақ керісінше жүрегінің бір бөлігі босап қалғандай болды. Ол мұның неге бұлай ауыр тигенін өзі де түсінбеді. Ал дәл сол сәтте жолдың арғы бетінде қара түсті көліктің ішінде отырған бір адам Индираның телефон арқылы сөйлескенін үнсіз бақылап отырған еді. Ол оның күйеуі Нұрболат болатын. Қара түсті көлік жолдың қарсы бетінде үнсіз тұрды. Нұрболат рөлге екі қолын қыса ұстап, Индираға көз алмай қарап отырды. Әйелі телефонмен сөйлесіп тұр. Әңгіме ұзаққа созылған жоқ. Бірнеше секундтан кейін Индира телефонды сөмкесіне салып, ауыр күрсінді де баяу жүріп кетті. Нұрболат оны бұрын соңды мұндай күйде көрмеген. Бұл ашу емес, қуанышта емес, бір түрлі сағынышқа ұқсайтын сезім. Кіммен сөйлестім? Деп сыбырлады ол өзіне өзі. Сол сәтте артынан көлік сигналы естілді. Жасыл шам жанған. Нұрболат орнынан қозғалғанымен, ойы әлі де Индира деді. Үйге кешкі 9-дар шамасында келді. Индира ас үйде кешкі асты дайындап жүр екен. Балалар теледидар қарап отыр. Бәрі бұрынғыдай. Бірақ бүгін Нұрболаттың жанарында бұрынғы тыныштық жоқ. Әке, деп Әли жүгіріп келді. Ертең мектепте футбол жарысы болады, келесің бе? Нұрболат бір сәт ойланып қалды. Көрерміз. Әлидің жүзі бірден солып кетті. Өткенде де солай дегенсің. Индира баласының жүзіндегі көңілсіздікті байқап қалды. Әкеңнің жұмысы көп қой балам. Нұрболат үндемеді. Баласының жанарындағы өкпені көргенімен ештеңе айта алмады. Кешкі ас үстінде де тыныштық. Шанышқының тәрелкеге тиген дыбысы ғана естіледі. Кенет Нұрболат сөз бастады. Бүгін қайда бардың? Индира ешкімнен бастан жауап берді. Сауда орталығына. Жалғыз ба? Иә. Бұл жолы өтірік айтқан жоқ. Расымен жалғыз барған. Бірақ телефон арқылы Тимурмен сөйлескенін айтпады. Нұрболат оның көзіне тіке қарады. Біреумен кездеспедің бе? Индираның қолындағы қасық дірете қалды. Жоқ. Жауап бергенмен жүрегі тарсылдап соғып кетті. Нұрболат бәрін байқап отырды, бірақ үндемеді. Түнде Индира ұйықтап кеткен соң, Нұрболат ақырын төсектен тұрды. Ол алғаш рет өмірінде әйеліне сенбеуге мәжбүр болып тұрғандай сезінді. Жоқ, мүмкін емес. Бірақ әлгі бейтаныс хабарлама, телефон, жасырын әңгімелер, бәрі бір-бірімен байланысып тұрғандай. Ол Индираның сөмкесіне көз тастады. Бір қадам ғана қалды телефонын алып қарауға, бірақ қолы бармады.
Мен не істеп жүрмін, деп күбірледі. Ол әйелінің жеке өміріне қол сұққысы келмеді, сенімнің соңғы жібін үзгісі келмеді. Келесі күні таңертең балалар мектепке кеткен соң, Индира үйді жинап жүрді. Есіктің қоңырауы соғылды. Ашса, курьер екен. Индира Бақытжанқызы? Иә, сізге жеткізілім. Мен ештеңе тапсырыс берген жоқпын. Курьер иығын көтерді. Жіберуші аты жөнін көрсетпепті. Индира қорапталып, есікті жапты. Жүрегі белгісіз қобалжумен соғып тұр. Қорапты ашты. Ішінде ешқандай қымбат сыйлығы жоқ еді. Тек қалың мұқабалы бір кітап. Сол күні кітап дүкенінде қолын алмақ болған роман, ал алғашқы бетінде қысқа ғана жазу бар екен. Кейде бір кітап адамның өмірін өзгертеді. Бұл кітап сізге тыныштық сыйласа екен. Тимур. Индираның қолы қалтырап кетті. Ол кітапты бірден жауып қойды. Дәл сол сәтте сыртқы есіктің құлпы бұрылды. Нұрболат. Ол жұмысқа шығып кеткеннен кейін күтпеген жерден үйге қайтып келді. Документтерін ұмытып кеткен еді. Индира кітапты жасырып үлгермеді. Нұрболаттың көзі бірден оның қолындағы кітапқа түсті. Бұл не кітап? Индираның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол бір сәтке не айтарын білмей қалды. Индира кітапты кеудесіне қыса ұстап, орнында қатып қалды. Нұрболаттың көзі кітаптан әйелінің жүзіне ауысты. Не болды? Деді ол күмәндана. Ештеңе. Онда неге сонша абыржып тұрсың? Индира ернін тістеп алды. Өтірік айтқысы келмеді, бірақ шындықты айтуға да батылы жетпеді. Жай ғана кітап. Нұрболат қолын созды. Көрейінші. Индира бір сәт кідірді, сосын кітапты ұсынды. Нұрболат мұқабасына көз жүгіртті. Жаңа сатып алдың ба? Жоқ. Онда қайдан келді? Курьер әкелді. Кім жібертті? Білмеймін. Нұрболат кітаптың алғашқы бетін ашты. Индираның жүрегі тарс ете қалды. Жоқ. Ашпашы. Бірақ кеш еді. Алғашқы бетте жазылған сөздер көзге бірден түсті. Кейде бір кітап адамның өмірін өзгертеді. Бұл кітап сізге тыныштық сыйласа екен. Тимур. Үй ішін ауыр үнсіздік басты. Нұрболат жазуға қайта-қайта қарап тұрды. Сосын жай ғана сұрады. Тимур деген кім? Индира үнсіз қалды. Сұрап тұрмын. Бір таныс адам. Қандай таныс? Кездейсоқ танысқанбыз. Қайда? Кітап дүкенінде. Нұрболат мысқылдай күліп жіберді. Қызық екен. Нұрболат. Кітап дүкенінде танысқан бөтен ер адам саған кітап жіберетіндей араларын жақын болып үлгерді ме? Индира бір қадам артқа шегінді. Сен ойлағандай емес. Онда қалай? Біз жай ғана сөйлестік. Бір ретте. Индира үндемеді. Бұл үнсіздік Нұрболатқа жауаптың өзінде естілді. Демек, бірнеше рет кездескенсіңдер? Кездескен жоқпыз. Индира тоқтап қалды. Өйткені дәл осы сәтте өзінің өтірік айтып тұрғанын түсінді. Кофеханадағы әңгіме, дүкен алдындағы кездесу, телефондағы сөйлесу, мұның бәрі кездесуге жатпай ма? Нұрболат ауыр күрсінді. Индира, сен маған бұрын ешқашан өтірік айтпайтын едің. Осы сөз әйелдің жүрегін тіліп өтті. Мен... Айтшы, араларында бірдеңе бар ма? Индира көз жасына ерік берді. Жоқ. Шыныңды айт. Жоқ. Ант етесің бе? Индира үнсіз қалды. Ол апасыздық жасаған жоқ, бірақ жүрегінде бір өзгерістің басталғанын жоққа шығара алмады. Ал өтірік ант етуге дәті бармады. Нұрболат осы үнсіздіктің өзін жауап деп қабылдады. Ол кітапты үстелдің үстіне қойды да артына бұрылып кетті. Кешке үйде ешкім сөйлеген жоқ. Балалар ғана ештеңеден хабар жоқ. Әлти мектептегі футбол жарысын айтып мәз. Аяла сурет сабағында салған көбелебін көрсетіп жүр. Индира күлімсіреген болады, бірақ жүрегі жылап тұр. Нұрболат болса балалардың көңілін қимай, ештеңе білдірмеуге тырысты. Түнде Индира қонақ бөлмеде жалғыз отырды. Алдында сол кітап. Ол кітапты ашып та көрген жоқ. Тек мұқабасына қарап отыр. Кенет телефон дірілдеді. Тағы да Тимур. Бұл жолы хабарлама емес, қоңырау. Индира ұзақ қарап тұрды, көтермеді. Бірнеше секундтан кейін қоңырау тоқтады. Артынша хабарлама келді. Кітапты алған шығарарсыз. Егер бұл сізге қиындық туғызса, кешірім сұраймын. Мен сізді ренжіткім келмеген еді. Индира телефонды кеудесіне басты. Неге бәрі осылай болып кетті? Осы сәтте екінші қабаттағы баспалдақта бір адамның көлеңкесі көрінді. Нұрболат. Ол төменге түсіп келе жатқан еді. Индира оны байқамады.
Ал Нұрболат әйелінің телефон экранына көз жүгіртіп үлгерді. Экранда анық көрінген бір ғана сөз оның ішін өртеп жіберді. Тимур сәулетші. Нұрболаттың жұдырығы өзінен өзі түйіліп кетті. Ол ештеңе айтпады. Бірақ дәл сол түні алғаш рет бір шешім қабылдады. Ол Тимурды тауып, оның кім екенін анықтайтын болды. Таңға әдеттегідей үнсіз өтті. Индира балалардың сөмкесін тізіп, Аяланың шашын өріп отырды. Әли әкесіне футбол жарысына келуін тағы да еске салды. «Әке, бүгін сағат 4-те басталады, келесіз ғой?» Нұрболат баласының жүзіне қарап қалды. Бір сәтке бәрін ұмытып кеткендей болды. «Иә, тырысамын». Әли қуанып кетті. «Уәде ме?» «Уәде». Индира осы сөзді естіп, күйеуіне таңырқай қарады. Соңғы кезде ол ешқашан уәде бермейтін. Нұрболат кеңсеге келгенімен жұмысқа зауқы соқпады. Алдындағы құжаттарды бірнеше рет оқыса да, бір сөйлемі санасына кірмеді. Көз алдына қайта-қайта кітаптағы жазу келе берді. «Тимур!» Ол үстел үстіндегі телефонды қолына алды. «Ерлан, маған кірші». Бірнеше минуттан кейін есік ашылып, оның көп жылдан бері бірге жұмыс істейтін көмекшісі кірді. «Тыңдап тұрмын аға». Нұрболат біраз үнсіз отырды. «Бір адамды тауып беруім керек». «Кімді?» «Тимур деген жігіт». «Кек аты ғана ма?» «Сәулетші, осы қалада тұратын сияқты». Ерлан таңырқай қарады. «Бірдеңе болып қалды ма?» «Артық сұрақ қойма». «Жарайды, ешкімге білдірмей анықта». «Түсіндім». Ерлан шығып кеткен соң, Нұрболат креслосына шалқая отырды. Өзіне өзі іштей қарсы шығып жатты. Мүмкін бәрі бекер шығар. Мүмкін Индира шынымен кінәсіз шығар, бірақ жүрегі оған сенбей тұрды. Сол күні түстен кейін Индира үйді жинап жүріп, Тимур жіберген кітапты қайта қолына алды. Бүгін алғаш рет оны ашып оқымақ болды. Алғашқы беттерін парақтап отырғанда, ішінен ақ қағаз жерге сырғып түсті. Индира еңкейіп көтеріп алды. Қағазда небәрі бір ғана сөйлем жазылған екен. «Өзімізді қайта табудан қорықпаңыз». Қолы дірілдеп кетті. Ол қағазды қайта кітаптың арасына салмақ болғанда, есік қоңырауы шырылдады. Динара келген екен. «Не істеп отырсың?» «Кітап оқимын деп едім». Динара кітапты қолына алып, алғашқы бетін ашты. «Тимур жіберген кітап па?» Индира үнсіз басын изеді. «Сен оған хабарласпа деген жоқ па едің?» «Дедім». «Онда бұл не?» Индира не дерін білмеді. «Мен де түсінбеймін». Динара күрсінді. «Индира, саған бір нәрсе айтайын». «Айт». «Кейде адам опасыздықты төсектен бастамайды». Индира үнсіз қалды. «Ол жүректен басталады». Бұл сөз дәл жүрегіне қадалғандай болды. Кешкі 4-те таман Нұрболат шынымен де ұлының футбол жарысына келді. Әли әкесін алыстан көріп, қуаныштан секіріп кетті. «Әке келді!» Индира да таңғалды. Ұзақ уақыттан бері Нұрболат балалардың ешбір шарасына қатыспаған. Ойын басталды. Әли алаңда барын салып жүгіріп жүр. Бір сәтте ол гол соқты. «Әке, көрдіңіз бе?» Нұрболат орнынан тұрып ол шапалақтады. Индира күйеуіне қарап жүрегі елжіреп кетті. Мүмкін бәрін әлде түзетуге болатын шығар. Сол кезде Нұрболаттың телефоны дір етті. Ерланнан хабарлама келген. «Таптым. Тимур Сейітов, сәулетші. Өзінің кішігірім жобалау компаниясы бар. Отбасы жоқ. Мекен-жайын жіберейін бе?» Нұрболат экранға ұзақ қарап қалды. Сәлден соң қысқа ғана жауап жазды. «Жібер». Телефонды қалтасына салғанымен, оның жүзіндегі өзгерісті Индира байқап қалды. «Бірдеңе болды ма?» Нұрболат күлімсіреген болып. «Жоқ, жұмыстан». Бірақ бұл жолы өтірік айтқан. Нұрболаттың өзі еді. Ал ертең болатын кездесу 3 адамның ғана емес, 2 отбасының тағдырын өзгертетін алғашқы қадамға айналатынын олардың ешқайсысы әлі білмейтін. Келесі күні таңертең Нұрболат әдеттегідей кеңсесіне барған жоқ. Тимурдың Индираға берген кітабын қолына алып алды. Ерлан жіберген мекен-жайды навигаторға енгізіп, көлігін қаланың жаңа аудандағы заманауи бизнес орталыққа қарай бұрды. Көп қабатты ғимараттың маңбайшасында Сейт Project деген жазу тұр екен. Нұрболат көліктен түспестен бірнеше минут ғимаратқа қарап отырды. Мүмкін кері қайтайын. Мүмкін Индира рас айтып жүрген шығар. Бірақ көкейіндегі күдік оны алға жетеледі. Тимур дәл сол сәтте жобасын тапсырып, кеңсесінен шығып келе жатқан. «Күзетші, сізге бір кісі келді» деді. «Кім?» «Айтпады». Тимур есік алдына шыққанда, қара түсті көлікке сүйеніп тұрған Нұрболатты көрді. Екеуі бұрын бір-бірін көрмесе де, бірден таныды.
Индира туралы ішкі түйсік екеуіне де бәрін айтып тұрғандай. Нұрболат бірінші болып тіл қатты. Сен Тимурсың ба? Иә, мен Нұрболаттын. Тимур үндемей қалды. Индираның күйеу екенін бірден түсінді. Біраз сөйлесуіміз керек. Жүрміз. Екеуі жақын маңдағы шағын кофеханаға кірді. Бір-біріне қарама-қарсы отырды. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Ақыры Нұрболат үстел үстіне Тимур жіберген кітапты қойды. Мұны сен жібердің бе? Тимур кітапқа қарап керең күрсінді. Иә. Неге? Өйткені ол сөзін аяқтай алмай қалды. Жауап бер. Нұрболаттың дауысы қатқыл шықты. Кофеханадағы адамдар жалт қарап қалды. Тимур сабырын жоғалтпады. Өйткені ол кітапты оқығысы келген. Сол үшін тұрмыстағы әйелге сыйлық жібересің бе? Мен оны ренжіткім келген жоқ. Онда не қылғың келді? Тимур үнсіз төмен қарады. Бірнеше секундтан кейін ғана баяу сөйледі. Мен оны құрметтеймін. Құрметтейсің бе? Нұрболат мысқылдап күлді. Біреудің әйелін мазалап жүріп пе? Тимур алғаш рет көзін көтерді. Мен ешқашан оны сізден тартып алуға тырысқан жоқпын. Бірақ тырысып жүрсің? Жоқ. Онда неге қайта-қайта жолығасың? Өйткені ол тағы да тоқтап қалды. Нұрболат қабағын түйді. Айт. Тимур терең дем алды. Өйткені мен оны жақсы көріп қалдым. Бұл сөзді естігенде Нұрболаттың жүзі күрт өзгерді. Қолы үстелдің шетіне қатты тірелді. Бір сәтке орнынан тұрып, Тимурды жағасынан алғысы келді. Бірақ өзін әрең тоқтатты. Ұялмайсың ба? Ұяламын. Сонда да тоқтамадым. Мен өз сезімімді таңдаған жоқпын. Ал әйелім ше? Ол... Тимур бірден жауап бермеді. Индира ешқашан сізге опасыздық жасаған жоқ. Бірақ саған ғашық болған шығар. Тимур үнсіз қалды. Осы үнсіздік Нұрболаттың ашуын одан сайын күшейтті. Енді мұқият тыңда. Ол үстелге еңкейіп сөйледі. Бұдан былай әйеліме бір рет болса да хабарлассаң, кездесуге тырыссаң, жолына шықсаң, мен сені аяп тұрмаймын. Тимур оның көзіне тіке қарады. Егер бұл Индираның өз қалауы болса, мен енді оған хабарласпаймын. Бұл менің талабым. Жоқ. Бұл жолы Тимурдың дауысы бұрынғыдан нақ шықты. Бұл шешімді Индира қабылдау керек. Нұрболат орнынан атып тұрды. Сен өзіңді кіммін деп жүрсің? Кофехана іші тып-тыныш болып қалды. Бірақ Тимур орнынан тұрған жоқ. Мен оның өмірін бұзғым келмейді. Сен әлде қашан бұздың. Нұрболат кітапты қолына алып, үстелге тарс еткізіп тастады. Бұл әңгіменің соңы жақсы болмайды. Ол артына бұрылып, кофеханадан шығып кетті. Тимур ұзақ уақыт орнынан қозғалмай отырды. Көз алдында Индираның мұңды жүзі тұрды. Ол телефонын қолына алды. Байланыс тізімінен Индира деген атты ашты. Бірнеше секунд қарап отырды. Сосын көзін жұмып, оның нөмірін бір жола өшіріп жіберді. Осы дұрыс шығар, бірақ ол нөмірді жатқа білетін. Ал дәл сол сәтте үйінде ештеңеден бейхабар Индира асүйде балаларға бәліш пісіріп жүреді. Ол бүгін екі ер адамның өзінің тағдыры үшін бетпе-бет кездесіп, бір-біріне соңғы ескерту жасағанын әлі білмейтін. Тимурмен кездескеннен кейін Нұрболаттың көңілі тіпті тынышталмады. Керісінше, Тимурдың айтқан бір ғана сөзі қайта-қайта есіне түсе берді. Индира ешқашан сізге опасыздық жасаған жоқ. Егер шынымен солай болса, онда неге ол өзін кінәлі адамдай ұстады? Неге көзін тайдырды? Неге өтірік айтты? Бұл сұрақтардың жауабын Нұрболат таба алмады. Сол күні кешке үйге әдеттегіден ертерек келді. Индира ас үйде қамыр илеп отыр екен. Балалар қонақ бөлмеде сабақ оқып отыр. Үй іші бұрынғыдай жылы. Бірақ ерлі зайыптылардың арасында көзге көрінбейтін мұз қабырғасы пайда болғандай. Көмектесейін бе? Деді кенет Нұрболат. Индира қолындағы ыдысын сүріп ала жаздады. Не? Айтып тұрмын ғой, көмектесейін деп. Индира таңырқап күйеуіне қарады. Соңғы рет оның ас үйге кіріп, көмек ұсынғанына бірнеше жыл болған. Жоқ, өзім-ақ. Нұрболат үнсіз көкөністерді турай бастады. Екеуі де сөйлемеді. Тек пышақтың тақтайға тиген дыбысы ғана естіледі. Ақыры Нұрболат үнсіздікті өзі бұзды. Біз бұрын бақыт дедік қой. Индира қолындағы қамырда илеуін тоқтатты. Иә,
Қай кезде алыстап кеттік? Бұл сұрақты естігенде Индираның көзіне жас келді. Білмеймін. Мен жұмыспен жүріп, байқамай қалдым ба? Индира үнсіз басын төмен түсірді. Әлде сен бірдеңені ішіме сақтап жүрдің бе? Индира жауап бермеді. Жауап берсе, бәрі өзгереді. Ал үндемесе де, бәрі өзгеріп кеткен еді. Кешкі астан кейін балалар бөлмелеріне кеткенде Нұрболат балконға шықты. Аспанда қара бұлт торлаған, жаңбыр жауғалы тұрған, оның жанында дәл сондай ауыр еді. Артынан Индира шықты. Қолында 2 кесе шай. Мә, Нұрболат кесені алды. Рахмет. Екеуі үнсіз тұрды. Кенет Нұрболат, мен Кимурмен кездестім. Индираның қолындағы кесе дір етіп ыстық шай саусақтарына төгіліп кетті. Бірақ ол ауысынғанын да сезбеді. Не дедің? Естідің. Индираның өмі қашып кетті. Сен онымен кездестің бе? Иә. Неге? Өйткені мен әйелімнің өмірінде жүрген адамды көргім келді. Индира көз жасын әрең ұстап тұрды. Ол менің өмірімде жүрген жоқ. Сонда кітапты кім жіберді? Кимур. Хабарламаларды кім жазды? Кимур. Кофеханада кіммен отырдың? Индира үнсіз қалды. Нұрболаттың дауысы бәсеңдей түсті. Бір ғана сұраққа жауап берші. Ол әйелінің көзіне тіке қарады. Сен оны жақсы көресің бе? Индира дәл осындай сұрақтың бір күні қойылатынын білетін, бірақ оған ешқашан дайын болмайтынын енді түсінді. Ұзақ үнсіздік орнады. Жаңбырдың алғашқы тамшылары терезеге тырс-тырс тие бастады. Ақыры Индира баяу ғана сөйледі. Білмеймін. Осы 2 ауыз сөз Нұрболат үшін ең ауыр жауап болды. Егер жоқ десе, бәрі оңай болатын еді. Ал білмеймін. Бұл жауаптың ішінде үміт те жоқ, сенім де жоқ. Нұрболат көзін жұмып, терең дем алды. Демек, мен сені жоғалтып болған екенмін. Индира сол сәтте жылап жіберді. Жоқ, олай емес. Онда қалай? Мен саған опасыздық жасаған жоқпын. Білемін. Бұл сөз Индираны таңғалдырды. Кимурдың өзі де солай деді. Сонда сен... Иә, онымен сөйлестім. Индира 2 қолмен бетін жауып, еңкілдеп жылап жіберді. Кешірші. Не үшін кешірім сұрап тұрсың? Өйткені, соңғы кезде өзімді өзім түсінбей қалдым. Нұрболат әйеліне ұзақ қарап тұрды. Ол алғаш рет Индираның тек әйел емес, жалғыздықтан қажыған адам екенін көргендей болды. Бірақ бұл түсінік тым кеш келген еді. Сол сәтте Индираның телефоны қоңырау шалды. Экранда бір ғана есім жарқ етті. Кимур. Екеуі де үнсіз экранға қарап қалды. Қоңырау тоқтар емес. Ал Индира оны көтерсе де, көтермесе де, осы сәттен кейін ештеңе бұрынғыдай болмайтыны анық еді. Балкондағы үнсіздікті телефонның тынымсыз шырлы ғана бұзып тұрды. Экранда қайта-қайта бір есім жанып сөніп тұр. Кимур. Индираның жүрегі алқымына тығылды. Нұрболат әйеліне емес, телефонға қарап тұр. Көтер, деді жай ғана. Индира таңырқап қалды. Не? Көтер дедім. Нұрболат. Мен бәрін естігім келеді. Индира басын шайқады. Жоқ, болмайды. Телефонның дауысы тоқтады. Бірнеше секундтан кейін қайтадан шырылдай бастады. Нұрболаттың қабағы түйілді. Демек оған маңызды нәрсе керек. Индира көзін жұмып, ақырын ғана жасыл батырманы басты. Алло? Телефонның ар жағынан Кимурдың дауысы естілді. Дауысы бұрынғыдай емес. Асығыс, мазасыз. Индира. Ақыры көтердім зау. Индира үнсіз тұр. Тыңдап тұрмын. Мен сізден кешірім сұрағым келді. Нұрболат әр сөзді анық естіп тұр. Мен бүгін күйеуіңізбен кездестім. Индира селк ете қалды. Білемін. Жоқ. Сіз бәрін білмейсіз. Темур ауыр күрсінді. Мен сіздің отбасыңыздың бұзылғанын қаламаймын. Индираның көзінен жас сырғып түсті. Сондықтан бірнеше секунд үнсіздік. Сондықтан егер сіз өзіңіз қаламасаңыз, мен сізге ешқашан хабарласпаймын. Индира жүрегінің шым еткенін сезді. Өзді күтпеген ауыр сезім. Тимур, сөзінді бөлмеңізші. Дауысы дірілдеп кетті. Сіз мені өмірдің әлі де әдемі екенін еске түсірдіңіз. Сол үшін рахмет. Индира үнсіз жылады. Бірақ сіз біреудің жарысыз, 2 баланың анасысыз. Мен сізді таңдауға мәжбүр еткім келмейді. Сіз өз отбасыңызды сақтауыңыз керек. Индира көз жасын сүртті.
Мен... Жоқ. Кемур оның сөзін бөлді. Ештеңе айтпаңыз, өйткені не айтсаңыз да менің кетуіме кедергі болады. Тағы бірнеше секунд үнсіздік, сосын Тимур соңғы сөзін айтты. Бақытты болыңыз, Индира. Қоңырау үзілді. Индира телефонды қолынан түсіріп алды. Жерге құлаған телефонның дыбысы жаңбырдың шуына араласып кетті. Ол орындыққа отырып алып еңіреп жылады. Нұрболат алғаш рет әйелінің дәл осылай жылағанын көріп тұр. Бұл өкініштім жас еді. Бұл сағыныштым жас еді. Бұл жоғалтудым жас еді. Бірақ Нұрболат оның кім үшін жылап отырғанын түсінген сайын, жүрегі бұрынғыдан бетер ауыра түсті. Өзінің әйелі басқа бір ер адамға ғашық болып қалғанын түсінгендей болды. Оның еркектік намысы аяқ астына тапталғандай күй кешті. Бірақ мұның бәріне кім кінәлі? Ол оны әлі білмеді. Түн бойы екеуі сөйлеспеді. Таңға жақын ғана Нұрболат көз ілді. Ал Индира терезе алдында таң атқанша отырды. Келесі күні таңертең Тимур кеңсесіне келді. Хатшы қыз оған тамырқай қарады. Аға, бәрі дұрыс па? Не болды? Түнімен ұйықтамаған сияқтысыз. Тимур жымиған болды. Аздап шаршадым. Кабинетіне кіріп, үстелдің жанында біраз ойланып отырды. Сосын өз қызметінен уақытша кету туралы шешім қабылдады. Ол бүкіл жұмыстарын хатшы қызға тапсырып, қаладан біраз уақытқа кетуді шешкен болатын. Индираны қайта кездестірмеу үшін, қайта әлсіздік танытпау үшін. Дәл сол күні түсте Динара Индираға келді. Құрбысының ісінген көзін көріп, бәрін бірден түсінді. Не болды? Индира болған оқиғаның бәрін айтып берді. Қоңырау туралы, Тимурдың қоштасуы туралы, Нұрболаттың бәрін біліп қойғаны туралы. Динара үнсіз тыңдап отырды. Сосын жай ғана: кейде ең үлкен махаббат бірге болу емес. Индира басын көтерді. Кейде ең үлкен махаббат адамның бақыты үшін үндемей кетіп қалу. Индира тағы да жылап жіберді. Ол дәл осы сәтте Тимурды мәңгілікке жоғалтқанын сезді. Бірақ тағдыр олардың оқиғасын мұнымен аяқтамайтын еді. Себебі дәл сол күні кешке Нұрболат күтпеген бір шындықты біледі. Ол шындық бәрін төңкеріп жібереді. Кешкі сағат 7. Нұрболат кеңседегі жұмысын аяқтап отырған. Бірақ соңғы бірнеше күннен бері қолына алған ісінің бірде-біріне көңілі толмайтын. Ойы үнемі үйде, Индирада, Тимурда. Осы кезде кабинеттің есігі қағылды. «Кіруге бола ма?» деді Ерлан. «Кір». Ерлан қолындағы папканы үстелдің үстіне қойды. «Сіз сұратқан мәліметтердің бәрі дайын». Нұрболат үнсіз папканы ашты. Ішінде Тимур туралы толық ақпарат бар еді. Компаниясы, жұмыстары, бұрынғы мекенжайлары, тіпті газетке шыққан сұхбаттарда тіркелген. Нұрболат көз жүгіртіп отырып бір құжатқа келгенде тоқтап қалды. Онда бірнеше жыл бұрын болған жол көлік апаты туралы мақала беріліпті. Белгілі сәулетші Тимур Сейітов жол апатынан қалымдығынан айырылды. Нұрболат тамырқап қалды. Ол мақаланы түгел оқып шықты. 5 жыл бұрын Тимур үйленуге 2 ай қалғанда сүйіктісімен бірге қала сыртына шыққан екен. Қатты жаңбырда қарсы бағыттан шыққан жүк көлігі олардың көлігіне соғылған. Тимур ауыр жарақат алып аман қалған, ал қалыңдығы оқиға орнында көз жұмған. Содан бері Тимур үйленбепті. Нұрболат орындығына шалқая отырып қалды. Сондықтан оның көзінде сондай мұң бар екен ғой. Ерлан үнсіз тұрды. Тағы бір нәрсе бар. Не? Кеңседегілердің айтуынша, Тимур бүгін жұмыстарын хатшы қызға тапсырып, уақытша кетуге шешім қабылдапты. Неге? Ешкім білмейді. Нұрболаттың жүрегі біртүрлі шыметті. Демек, ол расымен де кетіп бара жатыр. Сол уақытта үйде Индира балалармен кешкі ас ішіп отырды. Әли бүгінгі бақылау жұмысынан 5 алғанын мақтанышпен айтып жатыр. Аяла салған суретін көрсетіп мәз. Индира күлімсірегенмен жан дүниесі бос қалғандай. Телефонына қайта-қайта қарай береді. Ешқандай хабарлама жоқ, қоңырау жоқ. Тимур уәдесінде тұрған. Ол шынымен жоғалып кеткен еді. Кешке Нұрболат үйге келгенде қолында үлкен пакет болды. Балалар жүгіріп шықты. Әке, бұл не? Сендерге тосын сый. Пакеттің ішінен футбол добы мен аялаға арналған сурет салу жиынтығы шықты. Балалардың қуанышында шек жоқ. Индира есік алдында үнсіз қарап тұрды. Нұрболат бұрын-соңды мұндай сыйлықтарды себепсіз әкелмейтін. Балалар бөлмелеріне кеткен соң Нұрболат ас үйге кірді. Индира шай құйып тұр екен. Сөйлесейікші. Индира үндемей қарсысына отырды. Нұрболат біраз уақыт үнсіз қалды. Сосын күтпеген сөз айтты. Мен Тимур туралы бәрін білдім. Индираның жүрегі шыметті.
Оның өткен өмірінде қалыңдығынан айырылған екен. Индира алғаш рет естіп тұрғандай тамырқап қалды. «Не? Сен білмедің бе?» Индира басын шайқады. «Жоқ». Нұрболат ауыр күрсінді. «Мен оны жек көргім келді. Бірақ қазір түсінбей отырмын». Индира үнсіз тыңдап отыр. «Ол маған сені сүйетінін айтты. Бірақ сені алып кетуге тырыспайтынын да айтты». Индираның көзінен тағы да жас шықты. «Мен оған сенбедім». Ал енді, бәлкім ол рас айтқан шығар. Ас үйде ұзақ үнсіздік орнады. Ақыры Нұрболат ақырым ғана: «Индира, иә, мен сені қай кезде жалғыз қалдырдым?» Бұл сұраққа Индира жауап бере алмады. Өйткені нақты бір күн жоқ еді. Бұл жылдар бойы жиналған үнсіздік болатын. Жылдар бойы айтылмаған жылы сөздер. Жылдар бойы кейінге қалған бірге ішетін шай. Балалардың мерекесіне бармаған күндер, ұмытылған туған күндер, кейінге шегерілген демалыстар. Осының бәрі олардың арасын баяу алыстатқан. Индира көзіне жас алып: «Сен біз үшін жұмыс істедің, бірақ сендермен бірге өмір сүрмеппін». Нұрболат осы сөзді айтқанда өзінің ең үлкен қателігін алғаш рет мойындады. Бірақ дәл сол сәтте оның телефонына бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. «Алло?» Телефонның ар жағындағы ер адамның дауысы қатты абыржып шықты. «Сіз Нұрболат мырзасыз ба?» «Иә, мен Кимур Сейітовтің әріптесімін». Нұрболат орнынан атып тұрды. «Не болды?» Телефонның ар жағынан айтылған сөз оның өмін қуартып жіберді. Кимур жол апатына түсіп қалды. Индира Нұрболаттың жүзіндегі өзгерісті көріп, жүрегі бірден бір жамандықты сезді. Телефонның ар жағындағы дауыс дірілдеп шықты. Нұрболаттың өмі қашып кетті. «Қазір қайда?» «Қалалық жедел жәрдем ауруханасында. Жағдайы ауыр» дейді. Байланыс үзілді. Индира орнынан атып тұрды. «Не болды?» Нұрболат бірнеше секунд үнсіз қалды. Бұл сөзді айту оған оңай болған жоқ. Кимур апатқа ұшырапты. Индираның қолындағы кесе жерге түсіп быт-шыт болды. «Не?» Оның аяқтары дірілдеп кетті. Қабырғаға сүйенбегенде құлап кетер еді. Жағдайы ауыр екен. Индираның көзіне жас бірден үйірілді. «Мен ауруханаға барам». Осы сөзді айтқан бойда есікке қарай жүгіре жөнелді. «Индира!» Нұрболат оның қолынан ұстап қалды. «Өзіңді қолға ал, жіберші. Балалар үйде». Индира тоқтап қалды. Дәл осы сәтте Әли мен Аяла ас үйдің есігінен қарап тұр екен. «Мама!» Балалардың қорыққан жүзін көргенде Индира өзін әрең тоқтатты. Ол көз жасын сүртіп, балаларға күлімсіреген болды. «Ештеңе болған жоқ, жаным». Бірақ оның дірілдеген дауысын естіген балалар да бір жамандық болғанын сезді. Жарты сағаттан кейін балаларды Динараға қалдырып, Индира мен Нұрболат ауруханаға келді. Жедел жәрдем бөлімінің алдында адамдар көп. Дәрігерлер асығып жүр. Индираның жүрегі кеудесіне сыймай барады. «Кимур Сейітов қай палатада?» деді ол қабылдау бөліміндегі медбикеге. «Сіз туысы боласыз ба?» Индира тосылып қалды. «Мен не айтарын білмеді». Нұрболат сөзге араласты. «Біз жақын таныстармыз». Медбике компьютерге қарап шықты. «Қазір операцияда. Жағдайы қалай?» «Басынан қатты жарақат алған, көп қан жоғалтқан, қалған дәрігер айтады». Индира орындыққа отыра кетті. Көзінен жас тоқтар емес. Нұрболат оның қасына үнсіз келіп отырды. Бірнеше минуттан кейін ғана жайлап сөйледі. «Өзімді кінәлама». Индира басын шайқады. «Бұл менің кесірімнен болды. Олай деме. Егер менің өмірімде пайда болмағанда?» «Жоқ». Нұрболат оның сөзін бөлді. «Бұл жазатайым оқиға». Бірақ Индира өз ойын өзгерте алмады. 2 сағат өтті. Ақыры операция бөлмесінің есігі ашылды. Дәрігер сыртқа шықты. Индира бірінші болып орнынан тұрды. «Дәрігер, жағдай қалай?» Дәрігер маскасын чехіп, ауыр күрсінді. Операция сәтті өтті, бірақ Индираның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бірақ жағдайы әлі де өте ауыр. Келесі 48 сағат шешуші болады. Дәрігер кетіп қалған соң, дәлізде үнсіздік орнады. Индира көз жасын сүртіп тұрғанда, кенет оның жанынан жасы 60-тар шамасындағы әйел өтті. Ол дәрігерге жақындап: «Балам аман қала ма?» деп жылап жіберді. Индира жалт қарады. Бұл Кимурдың анасы еді. Қарт әйелдің жүзінде ұйқы жоқ. Көздері қызарып кеткен. Ол Индираны байқамады.
Индира оның жанына баруға батылы жетпеді. Егер ол менің кім екенімді білсе ше. Бірақ дәл сол сәтте Тимурдың анасы бұрылып қалды. Екеуінің көздері түйісті. Қарт әйел Индираға ұзақ қарап тұрды. Сосын баяу ғана жақындады. Сен Индирасың ба? Индираның жүрегі тарс ете қалды. Иә, Тимур маған сен туралы айтқан. Нұрболат та таңырқап қалды. Қарт әйел көз жасын сүртіп, ол сені өте жақсы көретінін айтқан. Индира еңіреп жылап жіберді. Ал Нұрболат үнсіз басын төмен түсірді. Ол дәл сол сәтте бір шындықты анық түсінді. Тимур ешқашан олардың отбасын бұзуға ұмтылмаған. Ол тек жүрегіне әмір жүргізе алмаған адам еді. Бірақ тағдыр оған тағы бір ауыр сынақ дайындап қойған болатын. Өйткені дәл сол түні дәрігерлердің бірі жүгіріп шығып, Тимурдың жүрегі қайтадан тоқтап қалды деп айқайлады. Индираның аяғы әлсіреп, ол сол жерде тізерлеп отыра кетті. Аурухана дәлізін бір сәтте абыр-сабыр басты. Жол беріңіздер, дефибрилляторды тез әкеліңдер. Ақ қалатты дәрігерлер Тимур жатқан палатаға қарай жүгіріп өтті. Есік тарс жабылды. Қызыл шам қайта жанды. Индира тұрған жерінде қозғала алмай қалды. Жүрек атқақтап, екі қолы мұздап кеткен. Тимурдың анасы қабырғаға сүйеніп үнсіз дұға оқып тұр. Алла, жалғызымды аман қалдыра көр. Осы сөзді естіген Индираның жүрегі шімете түсті. Ол да көзін жұмып, я Алла, аман алып қалшы, деп күбірледі. 20 минут, 30 минут, 40 минут. Уақыт тоқтап қалғандай. Ақыры палата есігі ашылды. Дәрігердің жүзі өте ауыр еді. Индираның аяғы өздігінен алға басты. Дәрігер, жүрегін қайта соқтырдық. Индира терең дем алды, бірақ дәрігер сөзін жалғастырды. Алайда, не болды? Ол әлі есін жиған жоқ. Бас миына тиген соққы өте ауыр. Енді бәрі оның ағзасына байланысты. Индира үнсіз көз жасын сүртті. Түнгі сағат 2. Тимурдың анасы шаршап орындықта мызғып кеткен. Нұрболат дәліздің ар жағында телефонмен сөйлесіп тұр. Ал Индира терезенің алдында жалғыз қалды. Кенет артынан бір дауыс шықты. Сіз Индирасыз ба? Ол бұрылып қарады. Жас медбике екен. Иә? Тимур мырзаның заттарын жинап жатқанда қалтасынан бір конверт шықты. Конверт? Сыртына сіздің атыңыз жазылыпты. Индираның жүрегі бірден дүрсілдеп кетті. Медбике ақ конвертті қолына ұстатты. Сыртында анық әріптермен Индираға деп жазылып тұр. Бұл маған ба? Иә. Индира дірілдеген қолмен конвертті ашты. Ішінен бүктелген бір парақ шықты. Ол оқи бастады. Индира, егер бұл хатты оқығып отырсаңыз, демек мен сізге айта алмаған сөздерімді қағазға қалдырғаным дұрыс болған шығар. Біз кездескен күннен бастап өміріме жарық қайта келгендей болды. Бірақ сол жарықтың басқа бір отбасының бақыт екенін де түсіндім. Сізді ешқашан таңдаудың алдында қалдырғым келген жоқ. Сол себепті кетуге шешім қабылдадым. Сіз мені жек көрсеңіз де ренжімеймін. Бір ғана өтінішім бар. Нұрболатты кешіріңіз. Ол сізді жақсы көреді. Тек оны көрсетуді ұмытып кеткен. Егер бір күні ол өзгеруге тырысса, оған мүмкіндік беріңіз. Ал мені ұмытыңыз. Бақытты болыңыз. Әрқашан күлімсіреп жүріңіз. Сіздің күлкіміз өте әдемі. Тимур. Хатты оқып болған сәтте Индира көз жасына ерік берді. Ол конвертті кеудесіне қысып, үнсіз жылады. Нұрболат оның жанына келді. Не болды? Индира хатты үнсіз қолына ұстатты. Нұрболат түгел оқып шықты. Соңғы сөйлемге келгенде көзі жасаурап кетті. Ол алғаш рет Тимурға деген ашуының түгел жоғалғанын сезді. Мен қателесіппін, деп сыбырлады. Ол жаман адам болмаған екен. Индира үнсіз басын изеді. Сол сәтте палата ішінен әлсіз дыбыс естілді. Медбике жүгіріп шықты. Дәрігерді шақырыңыздар. Индираның жүрегі тағы да тоқтап қалғандай болды. Не болды? Медбике қуаныштан жымиып, науқас саусағын қимылдатты. Ол есін жия бастаған сияқты. Индира қуаныштан жылап жіберді. Бірақ дәрігердің келесі сөзі бәрін қайтадан өзгертіп жіберді. Ол есін жиған соң бірінші көргісі келетін адамды атады. Индира демін ішіне тартып қалды. Ол, Индира осында болса, шақырыңыздаршы. Нұрболат үнсіз әйеліне қарады. Дәрігердің сөзі дәліз ішін үнсіздікке бөлеп жіберді. Ол, Индираны шақырыңыздар деді. Индира орнынан қозғала алмай қалды. Көзіндегі жас қайтадан мөлтілдеп шықты.
Нұрболат бірнеше секунд үнсіз тұрды. Оның ішінде қызғаныш та бар еді, өкініш те, ашу да. Бірақ бәрінен бұрын бір нәрсе басым түсті. Адамгершілік. Ол баяу ғана әйеліне қарады. Бар. Индира сенбей қалды. Не дедің? Бар дедім. Бірақ ол сені көргісі келеді. Сен қарсы емессің бе? Нұрболат ауыр күрсінді. Егер бүгін оның орнында мен жатқанымда, мен де соңғы рет сені көргім келер еді. Индира көз жасын сүртіп күйеуіне үнсіз қарады. Осы сәтте ол Нұрболаттың көптен бері көрмеген мейірінін байқады. Дәрігер Индираны палатаға кіргізді. Ұзақ сөйлеспеңіз, науқас әлі әлсіз. Индира басын изеді. Есікті ақырын ашты. Палаташы тым-тырыс. Тек аппараттардың бір қалыпты дыбысы естіледі. Кимурдың жүзі бозарып кеткен, басына таңғыш оралған, қолына бірнеше жүйе жалғанып тұр. Ол көзін баяу ашты. Индираны көргенде әлсіз ғана жымиды. Келдіңіз бе? Даусы әрең шығып тұр. Индира көз жасын тыя алмады. Неге бұлай болды, Кимур? Кимур күлімсірегендей болды. Демек, әлі тірі екенмін. Индира оның қолын ақырын ұстады. Бұлай әзілдемеңізші. Жыламаңыз. Менің кесірімнен жоқ. Кимур басын сәл шайқады. Бұлай ешқашан айтпаңыз. Егер мен жоқ, Индира. Даусы анық естілді. Бұл тағдыр. Палатада үнсіздік орнады. Кимур терезеге қарап біраз жатты. Сосын жай ғана сұрады. Балаларыңыз қалай? Индира таңырқап қалды. Осындай жағдайда да ол өзін емес, балаларды сұрап жатыр. Жақсы. Әли футбол ойнай ма? Индира жымиды. Иә. Ал Аяла сурет салғанда әлі жақсы көреді ме? Иә. Жақсы. Кимур көзін жұмды. Солай болсын. Индира оның қолын қыса түсті. Кимур. Иә. Неге мені ұмыт деп жаздыңыз? Кимур ұзақ үнсіз жатты. Сосын баяу ғана жауап берді. Өйткені ол демін әрең алды. Кейбір адамдардың бақыты өзінің жанында емес, өзінің жүрегінде болуы керек. Индира тағы да жылап жіберді. Мен сізге ешқашан жамандық тілемедім. Білемін. Мен өзімді түсінбей қалдым. Білемін. Мені кешіріңіз. Кимур әлсіз ғана жымиды. Кешіретін ештеңе жоқ. Сіз маған өмірдің әлі де әдемі екенін еске салдыңыз. Ал сіз үйіңізге қайтыңыз. Индира көзін көтерді. Кимурдың жанарында бұрынғыдай мұң жоқ еді. Керісінше тыныштық бар. Нұрболат өзгелуге тырысып жатыр. Байқадым. Оған мүмкіндік беріңіз. Индира үнсіз басын изеді. Вәде беремін. Кимур әлсіз жымиды. Енді көңілім тыныш. Дәл сол сәтте палата есігі қағылды. Дәрігер ішке кірді. Кешіріңіз, науқасқа демалу керек. Индира Тимурдың қолын жайлап жіберді. Есіктің алдына келгенде Кимурдың даусы тағы естілді. Индира. Ол артына бұрылды. Бақытты болыңыз. Индира жауап бере алмады. Кек басын изеп, сыртқа шықты. Дәлізде Нұрболат күтіп тұр екен. Ол әйелінің көзіне қарап бәрін түсінді. Ештеңе сұрамады. Кек иығына қолын қойды. Екеуі үнсіз ауруханадан шықты. Сыртта жаңбыр тоқтап, бұлттың арасынан күннің алғашқы сәулесі көріне бастаған еді. Бірақ олар әлі білмейтін, бұл олардың Тимурды соңғы рет тірідей көрген күні болатын. Ауруханадан шыққаннан кейін көліктің ішінде ұзақ уақыт үнсіздік орнады. Жаңбырдан кейінгі қала көшелері тап-таза еді. Күн сәулесі терезеден түсіп тұр. Бірақ Индира үшін айналадағы ештеңенің мәні жоқ болатын. Ол терезеге қарап отыр. Ойы Тимурдың соңғы айтқан сөзінде. Бақытты болыңыз. Нұрболат та үнсіз. Ол алғаш рет әйелінің қолын ақырын ұстап көрді. Индира қолын тартқан жоқ. Керісінше, саусақтарын жайлап айқастырды. Бұл соңғы бірнеше жылда ұмытылып кеткен қарапайым ғана қимыл еді. Үйге келгенде балалар оларды қуана қарсы алды. Мама, әке! Аяла жүгіріп келіп Индираны құшақтады. Сен жыладың ба? Индира қызының маңдайынан сүйді. Жоқ жаным, көзім қызарып кетіпті. Индира күлімсіреген болды. Аздап шаршадым. Әли әкесіне қарап. Ертең демалыс қой, бәріміз саябаққа барамыз ба? Нұрболат бірден жауап берді. Барамыз. Балалар мәз болып кетті. Индира күйеуіне таңырқай қарады. Ол уәдесін орындауға шынымен тырысып жүрген еді.
Келесі күні таңертең Индира телефонның қоңырауынан оянды. Бейтаныс нөмір. Жүрегі бірден шімете қалды. Алло? Телефонның ар жағынан Тимурдың анасының дауысы естілді. Дауысы өте бәсең, өте мұңды. Қызым. Индираның бойын суық үрей біледі. Иә, апай? Бірнеше секунд үнсіздік. Сосын қарт әйел жылап жіберді. Тимур, бүгін таңға жуық көз жұмды. Индираның қолынан телефон сусып кетті. Құлағы шыңылдап, айналадағы барлық дыбыс жоғалып кеткендей болды. Жоқ, ол сыбырлаққан айтты. Жоқ. Нұрболат жүгіріп келді. Не болды? Индира көз жасына тұншығып. Тимур, жоқ. Осы сөзден кейін ол өзін ұстай алмай еденге отырып қалды. 3 күннен кейін қала шетіндегі зират, аспан сырғылт, жеміл жел соғып тұр. Тимурды соңғы сапарға шығарып салуға әріптестері, достары, туыстар жиналды. Индира алыста ғана тұрды. Ол алға шығуға батпады. Өзін бұл жерге келуге құқығым жоқ деп ойлады. Бірақ Тимурдың анасы оны алыстан көріп, өзі жанына келді. Келгенің дұрыс болды, қызым. Индира көз жасын сүртті. Кешіріміз. Қарт әйел оның қолынан ұстады. Кешірім сұрама. Бірақ, балам, соңғы күндері өте тыныш болды. Индира үнсіз тыңдап тұр. Ол маған, анашым, енді уайымдамаңыз. Мен жүрегімдегі ауыр жүкті қалдырып барам деген еді. Қарт әйел қалтасынан кішкентай қорапша шығарды. Мынаны саған беруді өтінді. Индира таңырқап қарады. Қораптың ішінде күмістен жасалған кішкентай бетбелгі тұр екен. Кітапқа салатын белгі. Үстіне бір ғана сөйлем қашалғы жазылған. Өмірді кейінге қалдырма. Индира көз жасын тия алмады. Ол бетбелгіні жүрегіне басты. Үйге қайтар жолда көлікте ешкім сөйлемеді. Біраздан кейін Нұрболат үнсіздікті бұзды. Мен сені қызғандым. Индира оған қарады. Бірақ бүгін бір нәрсені түсіндім. Нені? Кейде адам басқа біреуге ғашық болмайды. Ол тек өз үйінде жоғалтқан жылулықты басқа жерден байқап қалады. Индира үнсіз жылады. Нұрболат сөзін жалғастырды. Сол жылулықты саған бере алмаған ма кінәлімін. Индира оның қолын ұстады. Біз екеуміз де кінәліміз. Нұрболат басын изеді. Бірақ егер әлі кеш болмаса, бәрін қайта бастайықшы. Индира көз жасын сүртіп, күйеуіне қарады. Көп жылдан бері алғаш рет оның көзінен баяғы ғашық жігітті көргендей болды. Ол үнсіз ғана. Жарайды, деді. Тимурды жерлегеннен кейін бір апта өтті. Индира бір түрлі тыныштыққа ирене алмай жүрді. Телефоны үнсіз, ешқандай хабарлама жоқ. Кітап дүкенінің жанынан өткен сайын жүрегі шімете түседі. Бірақ ол енді өткенге қайта оралмайтынын түсінді. Бір күні Индираға Тимурдың анасы қоңырау шалып, кездесулерін өтінді. Индира кішкене таңырқап қалды. Сосын оны үйіне шақырды. Кездесетін күні есік қоңырауы соғылды. Есікті ашса, алдында Тимурдың анасы тұр екен. Қолында ескі фотоальбом. Кіріңіз, апай. Қарт әйел үйге жайлап кірді. Индира шай қойып жатқанда, ол фотоальбомды үстелге қойды. Қызым, мен саған бір нәрсе көрсетуге келдім. Индира үнсіз отырды. Қарт әйел альбомның алғашқы бетін ашты. Ескі сурет. Жібек матадан ақ көйлек киген жас қыз күлімсіреп тұр. Индира суретке бір қарады да, демі ішіне тартылып қалды. Бұл өзі сияқты. Қарағасы, бұйра шашты. Қомыр көзі, бет пішіні, күлгендегі шұңқырына дейін ұқсайды. Индира суретті қолын алды. Бұл кім? Қарт әйел көз жасын сүртті. Бұл салтанат. Тимурдың қалыңдығы. Үй ішін үнсіздік басты. Индира суреттен көзін ала алмады. Екеуінің ұқсастығы таңғаларлық еді. Тіпті алыстан қараған адам шатастырып жіберердей. Біз оны 5 жыл бұрын жол апатынан жоғалттық. Қарт әйелдің даусы дірілдеп шықты. Сол күннен кейін Тимур мүлде өзгеріп кетті. Ешкіммен араласпады, үйленгісі келмеді. Жүрегін бір жола жауып тастағандай болды. Индираның көзіне еріксіз жас келді. Сонда, я қызым. Қарт әйел баяу басын изеді. Ол сені алғаш көрген күні үйге келіп, анашым, мен бүгін салтанатқа қатты ұқсайтын бір әйелді көрдім деген. Индираның жүрегі шым ете қалды. Кейінше? Кейін сені ұмытуға тырысты, бірақ қолынан келмеді. Өйткені сен тек сырт келбетімен емес,
мінезіммен де салтанатқа ұқсайтынсың. Кітап оқитыным, балаларға мейірімің, күліп тұрғаның, тіпті шай ішкенде кесені екі қолыммен ұстайтының да бірдей екен. Индира үнсіз жылап отырды. Сондықтан ол сені іздеді, бірақ сені тартып алу үшін емес, өткен өмірінің бір бөлшегін тағы бір рет сезіну үшін. Осы сәтте есіктен Нұрболат кірді. Ол Тимурдың анасын көріп сәлем берді. Қарт әйел фотоальбомды оған да ұсынды. Нұрболат суретке қараған бойда тамырқап қалды. Бұл Индира ғой? Жоқ. Қарт әйел мұңая жымиды. Бұл қыз менің келінім болуы керек еді. Нұрболат ұзақ уақыт үнсіз отырды. Енді бәрі өз орнына келгендей болды. Тимурдың неге алғақ кездескеннен-ақ Индираға ерекше қарағаны, неге оның жолын қайта іздегені, неге оның жанында өзін тыныш сезінгені, бәрінің жауабы осы бір ескі суретте еді. Нұрболат баяу ғана: мен оны дұрыс түсінбеппін. Қарт әйел басын изеді. Ол Индираны емес, алдымен салтанатты іздеді, бірақ кейін ол Индираның өзіне де құрметпен қарай бастады. Ғашық болды. Сол себепті ол ешқашан араларына түскен жоқ. Өйткені салтанат тірі болғанда да ешқашан біреудің бақытына қол сұқпайтын еді. Индира фотоальбомды кеудесіне қысып көзін жұмды. Енді ғана ол Тимурдың жан дүниесін толық түсінгендей болды. Бұл қысқа уақыттың ішінде туған жеңіл сезім емес еді. Бұл өткенін жоғалтқан адамның жүрегіндегі жазылмаған жараның жаңғырығы болатын. Ал сол жара енді мәңгілікке өз иесімен бірге кеткен еді. Арада бір жыл өтті. Өмір баяу болса да өз арнасына түсті. Бірақ бұл бір жыл бұрынғы өмір емес еді. Бұл бір-бірін қайта тапқан отбасының жаңа өмірі болатын. Сенбі күні таңертең үйдің ішін балалардың күлкісі кернеді. Әке, тезірек, кешігіп қаламыз. Әли футбол добын құшақтап есік алдында асығып тұр. Ал Аяла жаңа салған суретін анасына көрсетіп мәз. Мама, қарашы, бұл біздің отбасымыз. Индира суретке қарап күлімсіреді. Суретте төртеуі қол ұстасып тұр. Арғаларында күннің шуағы. Ал жоғары жағында бала қолымен жазылған бір ғана сөйлем: ең бақытты отбасы. Индира көзін сүртіп қойды. Бұл жолы мұңы емес, қуаныштың жасы еді. Дайынсыңдар ма? Деді Нұрболат. Балалар жарса. Дайынбыз. Нұрболат бұрынғыдай телефонына үміліп тұрған жоқ. Жұмыста бар. Жауапкершілікте өзгермеген. Бірақ енді ол бір нәрсені анық түсінген. Ақша табуға болады. Жоғалған уақытты қайтару мүмкін емес. Сондықтан ол әр демалысын отбасына арнайтын болды. Балалардың мектептегі мерекесіне міндетті түрде барады. Әлидің әрбір футбол ойынын жібермейді. Аяламен бірге сурет салады. Ал кешкісін бәрі бірге дастархан басында отырып, өткен күндерін әңгімелейді. Бір кездері бұл үйде үнсіздік көп болатын. Қазір күлкі көп. Бір күні Нұрболат жұмыстан қолына гүл ұстап келді. Индира есікті ашқанда тамырқап қалды. Бүгін қандай мереке? Нұрболат жымиып: ешқандай. Онда гүл не үшін? Гүл сыйлау үшін міндетті түрде мереке болу керек пе? Индира күліп жіберді. Жоқ. Нұрболат гүлді оның қолына ұстатты. Мен осыны өте кеш түсіндім. Индира күйеуіне қарап тұрды. Нені? Әйелді бақытты ету үшін үлкен сыйлықтың керегі жоқ. Кейде бір гүл, бір жылы сөз, бірге ішілген бір кесе шай, соның өзі жеткілікті екен. Индира үнсіз келіп, оны құшақтады. Жаз келді. Отбасы көптен бері армандаған демалысқа шықты. Кеміз жағасында балалар құннан қамал тұрғызып жүр. Нұрболат пен Индира қол ұстасып жағалаумен баяу келе жатыр. Күн батып барады. Кеміз толқыны аяқтарына тиіп өтеді. Есінде ме? Деді Нұрболат. Не? Бір кезде біз сүйерлесуді ұмытып кетіп едік. Индира күлімсіреді. Иә, енді қайталамаймыз. Уәде ме? Нұрболат оның қолын қысты. Өмір бойы. Сол кеште теңіз жағасында екеуі үнсіз отырып, күннің батқанын тамашалады. Индира аспанға ұзақ қарап отырды. Ол іштей ғана сыбырлады. Рахмет, Тимур. Сен біздің өмірімізге бекер келмепсің. Сен бізге бір-біріміздің қадірін қайта түсіндірдім. Нұрболат оның иығына қолын қойды. Екеуі ештеңе сұрамады. Өйткені кейбір адамдар біздің өмірімізге мәңгі бірге қалу үшін емес, өмірдің ең маңызды нәрсесін үйрету үшін келеді. Бірнеше жылдан кейін Әли мектепті үздік бітірді. Аяла суретші болуды армандай бастады. Ал Нұрболат пен Индира бұрынғыдай емес, әр кеш сайын бірге шай ішуді дәстүрге айналдырды.
Олар күн сайын бір-бірінен «Бүгін күліп үлгердің бе?» деп сұрайтын. Бұл олардың отбасының кішкентай дәстүріне айналды. Өмір кейде адамды ең ауыр сынақтармен тәрбиелейді. Кейде бір кездесу бүкіл тағдырды өзгертеді. Біреулер біздің өмірімізге мәңгі қалу үшін келеді, ал біреулер бізге өз бақытымыздың қадірін түсіндіру үшін ғана келеді. Тимур сол адамдардың бірі болды. Ол Индираның өмірінде қысқа ғана уақыт болды, бірақ сол қысқа уақыттың ішінде бір отбасының қайта табысуына себепкер болды. Ал Индира мен Нұрболат бір шындықты өмір бойы ұмытқан жоқ. Бақытты ешқашан кейінге қалдыруға болмайды, өйткені ертең не боларын ешкім білмейді. Сома. Құрметті тыңдарман, егер осы әңгіме жүрегіңізге жетіп, көңілімізге ой салса, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз бізге жаңа әсерлі әңгімелер дайындауға шабыт береді. Тыңдағаныңыз үшін шын жүректен алғыс айтамыз.